Сәлематсыздар ма, құрметті Әлия әлемі каналының көрермендері. Бүгін менің каналымда сіздерге Жұбанов университеті филология факультетінің бірінші курс студенті Жанділдә Ахмейірім Ерлан қызының оқу фольклорлық практика аясында өзінің туған жері Шалқар өңірінде орналасқан Есет Дәрбай кесенесіне қатысты ақпараттарды жинап, сол аймақтың елге қадірлі тұлғаларынан алған бейне сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Атап айтқанда, Шалқар аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы зейнеткер Төлепберген Елубай Төлепбергенұлы мен қадірменді азамат шырақшы Қонысбай Тыйштықұлының ел қорғасқан батыр Есет Көтібарұлы туралы айтқан тарихи деректер мен халық аузында сақталған аңыздардың барлығын осы бейне баяннан көресіздер. Есет батыр Ресей империясының отаршылық саясатына қарсы ұлт азаттық қозғалысының басшысы еді. Елінің тарихын тереңірек тануға ұмтылған Ахмейірім секілді студент жастарға риза болып, тарих қатпарында ғасырлап сақталар мәліметтерді жастарға, кейінгі ұрпаққа ұмытпастай әңгіме етіп жеткізген азаматтарға алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, Әлия әлемі каналындағы берілген видеолар сіздерге ұнаса тұрақты тіркелушім болып, лүпіл басып, сауалдарыңыз болса қойып, кері байланысқа шығып, видеоларымды көпшілікке бөлісіп отыратын болсаңыздар, сіздерге ерекше алғысымызды білдіреміз. Олай болса, тарих қатпарынан сыр шерткен, ел қорғаған Есет батыр, олардың ұрпағы туралы бейнебаянға назар аударыңыз. Ахмейірім Ерлан қызы бүгін өзімнің туған өлкемдегі, яғни Шалқар өлкесіндегі Есет және Дәрбай батырлардың кесенесіне келіп отырмын. Бұл жерде, яғни Көтібар батырдан туған Есет және Дәрбай батырдың кесенесі орналасқан. Бұл жерде Есет пен қарулас батырлардың есімдері жазылған. Бұл батырлар да осы туған өлкемізді, жерімізді қорғауға ат салысқан. Осының енді тарихта қалған мына ұлт азаттық көтеріліс дейді. Ұлт азаттық көтеріліс бұлар біздің мына жағымыздан Хиуа хандығы, бағана айттым, Хиуа хандығы. Мына жағымыздан орыс патшалығы. Екі жағынан екі қыспақ түрікпендер барлығы қауіп төндірген ғой. Мына жағымыздан жерімізді жаулап, малымызды айдап, ұлғыздарды күңдікке алып, солармен соғысқан. Соғысқанда басшы біздің осы Есет Көтібарұлы. Жаңағы тақтада жазылған тұрғандардың бәрі қолғабыс беріп, сол әр рудың басшылары ғой. Бірге ұрысқан. Осының ерлігі сол көтерілісі ұйымдастыра білгені, ешқандай патшаға, ханға мойын ұсынбай, халықты қорғағаны ғой. Сол үшін халық жақсы көрген. Ол жаңағы алданып, жер бергенге, бәлен қой бергенге, бие бергенге болған басын емеген. Халық жағында болған ғой. Сосын халықтың жадында сақталып қалып тұр. Тама Есетпен шатыстырып атады ойын біреулер. Есет деген есім. Ол Тама Есет 1600 жылдар өмір сүрген кісі. Сол кісінің басына барған мына Көтібар атамыз, мына Есет атаның әкесі. Барып, соның басына қонғанда түсіне аян береді ғой. Балалы болатын, балаңның атын Есет қой. Сол кезде жаңағы Есет атамыз артына дүние келгеннен кейін қайттан барып садақа істеп, садақада сол атын қояды, Есет деп. Сонда бұл кісінің шешесінің ішінде жатқанда аты қойылады. Есет деп қой деп, Есет деп атады. Жаңа несі сол тарихы. Бұл кісінің алған тәрбиесі күшті жерден. Жаңа бағана айттым ғой, Саңғырық деген шалдың тәрбиесінде болады. Саңғырық деген шал бүйтіп алақан, жайған, берген батасы қабыл болатын, бата көй шал болады. Сондай Сол кісіден баталған. Сол кісіден баталған. Киелілігі әруақты кісі деп айтамыз, ол Дәрбай атамызды, Есет атамызды. Енді бұның анасы, бәрі де анасы сүтінен дариды. Ешелері деген бұл кісінің мықты жерден, кәдімгі адайдың қыздарының ішінде таңдап тұрып алған ғой.
Көтібар атамыздың әйелді адайдың қызы, Есет атамыздың әйелді адайдың қызы кілең адайдан таңдап тұрып алып келген. Адайлар рухым биік, адайлар да күшті ғой, адайлар деген мықты. Сондай тәрбие, сондай сүт еміп, сондай анадан өткеннен кейін күшті болады. Сондай. Шалқар ауданы батырлардың, билердің ғұлама шыққан өңір екенін сен балам жақсы білесің. Шалқар ауданында киелі бірнеше орын бар. Соның бірі мынау Есет Дәрібай жатқан үлкен кесене. 1993 жыл 2-3 сентябрьде біздің Шалқар ауданында Есет Көтібарұлына ас берілді. Бұл бабаларды ұлықтау, рухына тағзым ету мақсатында кейінгі жас ұрпаққа үлгі, өнеге, тәрбие ретінде берілген үлкен бір шара болды. Бұл шараға ол кезде облыс әкімі Шалғай Құлмахан деген азамат болды, сол қатысты. Негізі Есет пен Дәрібайдың кесенесі ерте заманда салынған, күмбезден салынған. Кирпичтен салынған. Бірақ заман өте келе, оның енді табиғи құбылыстарға байланысты кесененің кетіп, бұзылып, мүжіліп қалған болды. Содан кейін жалпы жұртшылық соны қайтадан жаңарту жөнінде ұсыныс болды. Ол кезде комиссия құрылды. Комиссияның төрағасы болып Мамытов Шаймерден деген азамат, ол кезде Қазақ ССР жоғарғы советінің депутаты болды. Сол комиссияның төрағасы болды жаңарту жөнінде. Ойда жұмыстар атқарылды, зерттелді. Содан кейін енді қазақ ұғым бойынша молаға тиісуге болмайды, себебі оның киесі алады деген ұғым бар. Жалпы адам баласы ұрпағы үшін өмір сүреді ғой. Сондай бір нәрсе болып кете ме деген оймен. Бірақ сол кездегі мына Жуан атындағы өңірлік университеттің ол кезде ректоры Мұхтар Арып деген азамат болды. Белгілі ғалым, қазақтың маңдайына өткен өте ғұлама адам болды. Сол кісі әдейі сапармен осында келіп, халықты жинап, ол кезде дәл осы зданияның мынада бір үлкен залы болды, қазір өзгеріп кетті ғой. Соған бүкіл халық жинап, сұхбат жасады. Яғни алғаш жасалған жаңа жоба бойынша, жаңа Шаймерденнің жасалған жобасы бойынша. Ол енді үлкен металл керек болды, үлкен конструкция керек болды, оны жасаудың мүмкіндігіне біздің ол әлеуетім жете қоймайтын сияқты. Себебі елді өсірғаннан кейінгі елдің жағдайы онша болған жоқ. Екібастан бұрынғы одақтан қалған, қираған зауыт, фабрика елдің тұрмыс тіршілігі де онша мықты болған жоқ. Сондықтан оны халықтық іс болғаннан кейін, халықтың қалтасынан түсетін болғаннан кейін ана істеу мүмкін болмады. Сосын оған қазіргі мына кеше көріп келсеңдер, соның жобасы жасалды. Яғни проектісі, орысша айтқанда жобасы жасалып, сызбасы сызылды. Содан кейін осыны қалай істейміз деген әңгіме болды. Содан жаңа Мұхтар Арынып айтты, игілікті істен ешқандай қорқу болмайды. Құраныңды бағыштап, егер оны жаңартам, жақсартам, кейінгі ұрпаққа үлгі болсын десек, оны ешқандай қорқу болмайды деп, сол халықтың санасын азды көп бір сілкініс, серпіліс берді. Содан кейін біз жаңағы өзіңгі сызбасын бақылдап жатады. Содан кейін ауданда жақсы ынталы топтар құрылып, белгілі азаматтар басқарған. Сол ынталы топтардың жалпы халықтың арқасында бұл кесене жасалды. 1993 жылы басталып, сол жылы аяқчы қалтасына қарай шағып бірігіп, қасына үй салды, комплекс. Яғни оларға мұқтаж адамдар жанына саулық тілейтін, басқа да өздеріне тілегін қабыл ету үшін басына барып түнейді. Ол кезде түнейтін жер болмады. Соған байланысты сол ұрпақтары бірігіп үлкен комплекс салып берді. Оны біз 13 жыл пайдалануға бердік. Сонымен олар үлкен бір комплекс пайда болды. Содан бұрынғы тұңғыш президентіміз бір жолдау жасады. Сол жолдауында қазақтың киелі жерлерінің картасын жасау деген айтты. Меніңше облыста 10 объекті енді, соның 7-ші жыл Есет Дәрібай кесенесі республикалық деңгейде
киелі орындардың картасына енді тізімге еніп қойды. Енді бізге жетуі бойынша сол жаңағы біз облыстан енген 10 объекті мәдениет министрлігі болу керек. Солардың тізімінде тұр. Мемлекеттен қай уақытта қаржы бөлінеді, ары қарай оны ұстап тұру қалай болады, ол енді әзірге бізге белгісіз. Бірақ дегенмен ол істелген нәрсенің бәрі уақыт өте келе тозады, күннің, ауа райының, жауын шашынның несіне байланысты өзгерістер болып тұрады. Бірақ соның бәрі қазір жөндеуі, ұсақ түйек кеткен жерін қалпына келтіру, ол мына халықтың мойнында болып тұр. Қазір мына биліктің қолдауымен, облыс басшылығының қолдауымен мына Шалқардан біздің Қарақалпақстанға деген шекараға дейін асфальт жол салынайын деп жатыр. Биыл осы 2 жыл болды салынған, қазір 76 километр асфальтталып тұр. Сол атадан өтіп тұр асфальт. Егер де шекараға дейін жетсе, мына көрші мемлекет Өзбекстанмен қатынас көбейеді, барыс-келіс көбейеді. Жол жақсарғаннан кейін. Міне сол кезде олар үлкен туристік орталық болуы мүмкін. Жаңағыдай жанына дауа іздеген, еміне шипа іздеген адамдар келіп, көбірек болуы мүмкін. Сондықтан осы біздің ойымызша, осыны бір мемлекеттің бір оң көзқарасы болып алса деген ойымыз бар.